Түстік фильм ұсынады. Биыл қазақ және балалар әдебиетінің классигі Бердібек Соқпақбаевтың туғанына 100 жыл болады. Қаламгердің мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтпек. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен қаламгердің 100 жылдығы тойлана бастады. Бердібек Соқпақбаевтың туған ауыл Нарынқолда еңселі ескерткіші бой көтереді. Сондай-ақ жазушының есімі бірқатар саябаққа, білім ошағы мен облыстық кітапханаға берілмек делінген министрліктің хабарламасында. Бердібек Ыдырысұлы Соқпақбаев 1924 жылы Алматы облысының Нарынқол ауданындағы Қостөбе ауылында дүниеге келген. Орта мектепті де сол ауылда бітірді. Кішкентайынан Қайсарда ыждахатты бала кедей отбасында тәрбиеленеді. Анасынан ерте айырылған Соқпақбаев бала кезінде көп қиындықтарды көрді. Аштық пен ауыр еңбектің, қиындықтың тауқыметіне ұшырады. Дегенмен ол өте білікті және қабілетті бала болып өсті. Өз ортасының алды болған Соқпақбаев мектеп бітіргеннен кейін әскерге барып, кейіннен Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтына оқуға түседі. Бердібек Соқпақбаевтың әскерден кейінгі өмірі осылайша Алматыда білім алумен жалғасты. Институтты бітіргеннен кейін Мәскеудегі жоғары әдеби курстарын тәмамдады. Таулы ауылдан шыққан қазақ баласы журналистикамен көп айналысты. Қазақ әдебиеті балдырған газет журналдарының редакциясында жұмыс істейді. Сондай-ақ киностудияда да қызмет етіп, өзінің туған ауданындағы мектептерде мұғалім болды. Ол үнемі балаларды тәрбиелеудің күрделі мәселелеріне алаңдады. Бердібек Соқпақбаев білікті мұғалім, тәрбиеші. Содан болар, бұл жағдай оның шығармашылығының тақырыбын алдын ала анықтап берді. Соқпақбаев Қазақстан жазушылар одағында балалар әдебиеті бойынша кеңесшісі болып жұмыс істеді. Ең алдымен ол балалар жазушысы. Балалық пен жастық оның барлық кітаптарының негізі. Соқпақбаевтың шығармалары негізінен автобиография болып табылады. Бірақ жазушының балалық шағы уайымсыз болмады. Болашақ жазушы кедей отбасынан болғандықтан балалық шағында көп қиындық көрді. Бердібек Соқпақбаев шығармашылық қызметін ақын ретінде бастады. 1950 жылы оның Бұлақ атты алғашқы өлеңдер жинағы жарыққа шықты. Авторлық сезімдердің ерекше сенімділігімен, шынайылығымен ерекшеленген жинақ бірден өз оқырмандарын тапты. Көп ұзамай Соқпақбаев прозада бағын сынап көрді. Жазушының тарихы күрделі емес, бірақ қазақ ауылының өмірі мен тіршілігінің көлемді бейнесі суреттелген 16 жасар чемпион, бақыт жолы, өзім туралы повестері тек жасөспірімдердің ғана емес, сондай-ақ ересек қазақ оқырмандарының да жүрегінен орын тапты. Таңқаларлық жайт емес, өйткені жазушының кітаптарында тәрбиелік мәні бар көсем сөздер мен тентек және күлкілі кейіпкерлер өмір сүреді. Ал кітапты оқығанда олардың жетістіктеріне қуанбау, қиындықтарына көңіл бөлмеу, оларды сүймеу мүмкін емес. Жазушы өз кейіпкерлерін ежелгі фольклорлық кейіпкерлердің ерекшеліктерімен бейнелегендіктен оқырман оны шығармаларын тыңдап беріліп оқиды. Балалар әдебиетінің көрнекті өкілі Соқпақбаев «Менің атым Қожа» атты повесінің арқасында танымал болды. Бұл туынды детская литература баспасында шығып, содан кейін орыс тіліне көптеген тілдерге аударылып, Франция, Польша, Чехословакия, Болгария секілді шетелдерде жарияланды. Тек содан кейін ғана бұл шығарма өз отанына оралып, байырғы қазақ тілді оқырмандардың жүрегінен ойып орын алды. Тіпті бұл повест бойынша қазақ фильм киностудиясында көркем фильм түсіріліп, 1967 жылы Канн қаласында өткен балалар және жасөспірімдер фильмдерінің халықаралық фестивалінде арнайы жүлдеге ие болды. Берді аға дәл осы ерекше әңгіменің арқасында танымал болды. Повесттің басты кейіпкері Қожа, арманшыл, сотқар бала. Тентектігімен үнемі түрлі жағдайларға тап болып жүретін Қожа ақыл ойы мен біліктілігінің арқасында қиындықтардан шыға алды. Ол біреудің қайғы қасіретіне көз жұма қарамайтын елгезек, жоғары әділеттілік сезіміне ие, досқа адал, қайырымды, зұлымдыққа жол бермейтін бала. Ал осы қасиеттердің барлығы оқырмандардың жүрегінен мейірімділік тудырып, Қожа
батыр бала атанды. Жазушының 1960 жылы жарық көрген балалық шаққа саяхат атты тағы бір повесті қазақ балалар әдебиетінің асыл мұрасына айналды. 1930 жылдардағы кішкентай кейіпкерлердің тағдыры арқылы өтетін повест сол уақыттағы оқиғаларды және қазақ халқының қиын өмірін еш боямасыз көрсетеді. Соқпақбаев бұл шығармасында балалық шағын қызықты етіп әңгімелейді. Соның арқасында оқырман сол дәуірдің шынайы тарихи шындықтарын көре алды. Сондай-ақ жазушы өлгендер қайтып келмейді романында өмір жолында алдына шыққан барлық қиындықтарды еңсерген табанды, батыл жас жігіттің өмірі мен мінезін қалыптастыруын көрсетеді. Романның әрбір бетінде сол уақытқа тән өмір ұшқындары кездеседі. Айта кетейік, еліміздің руханиятына өшпес мұра қалдырған жазушының 100 жылдығына арналған алғашқы шара Алматы облысында бастау алды.